Дейсіңдер ау, Қасымның несі Қасым, Қасым солай болмаса несі Қасым дейді Мұқағали, қарқаралы жұртшылығына бөтен емес. Махаббат тақырып сияқты Мұқағали да мәңгілік тақырыпқа, мәңгілік тұлғаға айналды. Ендеше Мұқағали жайлы өлең жазуда, арнау жазуда қазақ баласына артық емес. Мен бұлай дер едім. Мұқағали жыр жеркен кемесімен, кие сөздің кездескен екесімен, қаңқылдап кеп айналды қар өлеңге, құс ұшса қара саздың төбесінен. Мұқағали далада, тау дамына, жай тапқан ғой жүректің аумағына, ұшқындап кеп айналды қар өлеңге, Алатаудың қар жауса жан жағына. Мұқағали ұмтылмай атағатқа, бізде ұрпақ бар кезде жаса жатта, маздап жанған жырымен Мақатаев мәңгілікпен айналды махаббатқа. Ендеше ұлы ақынның шығармалары ұлағат пен ұлы даланың әр түпкірінде оқылуы тиіс. Оқырманымыз көп, ойымыз шан теңіз болсын ағайын.